Сарымсақ пияз тұқымдастарына жататын шөп тәріздес өсімдік. Отаны оңтүстік шығыс Азия. Жабайы сарымсақ 2 жылдық, ал шаруашылық мақсатында өсірілетін сарымсақ 1 жылдық. Сарымсақтың дәмі ащы, иісі өткір. Оның себебі құрамындағы эфир майында жатыр. Сарымсақ дегенді естісек, ең алдымен оның өзін елестетуден бұрын иісі мұрнымызға келіп үлгереді. Жағымсыз иісіне бола оны жек көріп те жатамыз. Мұнымыз мүлде қате. Өйткені сарымсақтың біз біле бермейтін талай-талай кереметтері бар екен. Баршаңызға сәлем, пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда сарымсақтың адам ағзасына қандай пайдасы бар екені жайлы айтатын боламыз. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Және осы видеоны соңына дейін көріңіздер демекпіз. Сарымсақтың бойында тұнып жатқан керемет қасиеттердің көпшілігі бағзы замандардан бері белгілі. Мысырда атақты пирамидалар салынып жатқан қиын кезеңде сарымсақтың көмегі ұшаң теңіз болған екен. Яғни сарымсақты көптеп пайдалану арқылы жан-жақтан әкелінген құлдардың арасында болатын жұқпалы індеттердің өршуіне тоқтау қойылған екен. Ежелгі грек пен Римде де оның емдік қасиеттері жоғары бағаланған көрінеді. Сарымсақтың құрамында В және С тобына жататын дәрумендер: магний, фосфор, йод, кальций, хлор, темір, марганец, мыс, көмірсулар, А, В1, С, ПП және тағы басқа микроэлементтер бар химиялық зат. Басым бөлігі судан, көмірсулардан, одан кейін ақуыздардан тұрады. Аздаған мөлшерде майлар болады. Олардың бірі эфир майы. Сарымсақтың құрамында табиғи 2 антибиотик 15 түрлі зиянды бактерияларды құртады екен. Сарымсақтың өзіне тән иісі, оны кескен немесе езген кезде пайда болатын күкірттің энзиматикалық қосылыстарының ыдырауынан туындайды. Сарымсақ бактерияға қарсы қосылыстарға, эфирлі майларға, сонымен қатар бос радикалдардың әрекеттерінен қорғайтын тотықтырғыштарға бай. Сарымсақ ертеден-ақ суық тиіп ауырған адамдарға ем-дом жасау үшін пайдаланылды. Алайда ол кезде сарымсақтың ауруға қарсы қалай күресетіндігі белгісіз болатын. Сарымсақтың сырын израильдік Дэвид Мирельмен есімді дәрігер ашты. Сондағысы, сарымсақ өзінің құрамындағы аллицин химиялық қосылысының арқасында адам бойындағы ауру туғызатын зиянды микробтарды өз бойына жұтып алуға бейім екен. Күн сайынғы тамақта 10-15 грамм сарымсақ жеп тұру денсаулыққа пайдалы. Сарымсақ пияз секілді ауыз қуысы мен асқазан жарасына зиянын тигізбейді. Осы қасиеті де оны пияздан маңыздырақ қылады. Сарымсақ адам ағзасындағы зиянды майларды ерітеді, қан қысымын төмендетеді. Асқазан, ішек жолдарына, жүрек, талма ауруларына ем. Микробты болдырмайды. Жараны тез жазады, ауруды басады, ішек құрттарды жояды, қақырықты түсіреді. Сарымсақ қанды тазалайды. Ол табиғи антиоксидант болып табылады. Бүгінге дейін зерттеген ғалымдардың айтуынша, сарымсақтың құрамында 400-ден аса пайдалы компонент бар. Құрамындағы антиоксиданттардың жағымды емдік қасиеттері мол. Қан қысымын төмендетеді, қабынуға қарсы, профилактикалық қан тамырлардың бітелуі мен ластануының, сондай-ақ ми ісігінің алдын алады. Иммунитетті нығайтады. Организмді қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайды. Ағзадағы бактерияларды өлтіреді. Авитаминозға өте пайдалы. Микробты болдырмайды. Сарымсақ қанды тазалайды. Ол табиғи антибиотик болып табылады. Сарымсақ суық тиген ауруларға да таптырмайтын ем. Сарымсақ жайлы бірер қызықты мәліметтер. Адамдар үшін пайдалы болған сарымсақ иттер мен мысықтар үшін улы болып саналады. Маса шаққан жерге сарымсақтың шырынын жақса, ол жерде зиянды заттар қалмайды. Қатты суықтап қалған кезде сарымсақты ұсақтап турап, үстіне ыстық су құйып, сосын соның буымен демалу керек. Тіс ауырған кезде сарымсақты қабығынан аршып алып, сонымен тістің қызыл етін сүртеді.
Сүйел шыққан жағдайда ұсақталған сарымсақты азғантай балмен араластырып, әлгі жерге қалыңдап жағып таңып тастаған жөн. Радикулит азғынып кеткен кезде сарымсақ пен қара шаңбырды үккіштен өткізіп алып, бір-бірімен жақсылап араластырып белге тартады. Тағы бір әдісі, ұсақталған сарымсақты жұқа дәкеге салып, қашан қыздырғанша белге тартып байлап қояды. Сосын оның орнына май жағып, жүн матамен орап тастайды. Гипертониялық аурулар кезінде қатарына 2 күн 2-3 түйір сарымсақты ұсақтап турап алып, түнде қарай жейді. Сосын 2 апта үзіліс жасап, осы процедураны тағы бірнеше рет қайталайды. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайды емдеу үшін де күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Қорыта келгенде, өзі бармақтай болғанымен сарымсақтың емдік қасиеті мол. Нақты қандай ауруға ем екендігі бүгінгі күні толық ашылды. Міне құрметті көрермен, бүгінгі видеомызда сарымсақтың адам ағзасында қандай пайдасы бар екенін жайлы білдіңіздер. Ақпаратымыз пайдалы болса, арнамызға тіркеліп, пікір қалдырып, комментарийға міндетті түрде өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Сарымсақты қандай жағдайда сіздер пайдалана аласыздар, пайдаландыңыздар, сол жайлы жаза кетіңіздер. Видеомыз осыменен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.